Сәлем құрметті Жаңға Дауа арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін 7 күнде ағзаны жеңілдету сериясының 3-ші күні. Бүгін сіздермен ішек жолын, иммунитетті және асқазан жұмысын жақсартатын қарапайым, бірақ өте шипалы сусын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет заттар: 1 стакан жылы су, 1 шай қасық үгітілген зімбір, 1 шай қасық бал, жарты лимонның шырыны. Дайындау тәсілі: 1 стакан жылы суға зімбірді қосамыз. Үстіне лимон шырынын тамызып, балмен араластырамыз. Қолданар алдында 2-3 минут тұндырып қойсаңыз, дәмі жұмсарады. Бұл сусынды қашан ішу керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Ең бірінші аш қарынға ұйқыдан тұрған соң қолданыңыз. Ішкен соң 15-20 минут өткеннен кейін ғана тамақтансаңыз болады. Оңай әрі жеңіл дайындалатын бұл сусынның пайдасы орасан зор. Ішектегі газ бен ауырлықты азайтады. Зімбір табиғи қабынуға қарсы құрал. Лимон бауыр мен асқазанға жеңіл қышқылдық орта жасайды. Бал жұмсартушы әрі дәрумен көзі. Бұл тәсіл суық мезгілде иммунитетті көтеруге де жақсы көмектеседі. Ал бұл сусынның рухани жақтан әсері қандай? Таңертең ішілген шипа тек денеге емес, жанға да әсер етеді. Сол себепті осы сусынды ішіп отырып, «Я Алла, тәніме, жан дүниеме шипа бер» деп тілесеңіз, ниетпен келген емнің пайдасы бірнеше есе артады. Ал сіз осындай сусынды ішіп көрдіңіз бе? Пікірде бөлісе кетіңіз. Бірге шипа іздеп, бірге пайдалы болайық. Зімбір тек асқазанға ғана емес, ми жұмысын жақсартады. Есте сақтау қабілетін күшейтеді. Шығыс медицинасында зімбір дене жылуын реттейтін өсімдік деп есептеледі. Егер таңертең бойыңыз салқын болса, қол аяғыңыз мұздап тұрса, зімбірлі сусын ағзаны оятуға көмектеседі. Бір шым-шым зімбір шайы кейде кофеден де сергек қалады екен. Бірақ зімбірді кешке ішуге болмайды, себебі ол ұйқыны бұзады. Қандай жағдайда ішуге болмайды? Егер асқазаныңызда жара, язва болса, немесе созылмалы гастрит мазаласа, зімбір мен лимон араласқан қоспаны күнде ішпей, аптасына 2-3 рет қана ішкен жөн. Лимон қышқылды орта береді. Бұл кей адамдарға ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан бәрін өз денеңізбен сезіп барып бейімдеу керек. Құрметті көрермен, егер зімбір табылмай жатса, немесе ол өзіңізге жақпайтын болса, зімбірдің орнына сәл ғана даршын 1 шай қасық, ал лимонның орнына алма сіркесуын 1 шай қасық, балдың орнына шайқалған құрма суы немесе 100% табиғи сиропты қолдансаңыз болады. Бұл да тура сондай әсер береді, ішек қозғалысын белсенді етіп, жеңілдік береді. Денсаулық бірінші қадам. Күн сайын кішкентай өзгеріс жасасақ, үлкен нәтиже береді. Ертеңгі видеода тағы бір қарапайым, бірақ пайдалы тәсілмен бөлісем. Осындай табиғи тәсілдерді күнделікті өміріңізге енгізу қиын емес. Ең бастысы тұрақтылық. Бабаларымыз аурудың алдын алу деген табиғи тәсіл, өзіңе деген қамқорлық. Олай болса, құрметті көрермен, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Деніңізге көмектесу өзіңізге жасаған ең үлкен сыйлық.